Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Біз бүгін кезекті видеомызда келесі есептің шешімін қарайтын боламыз. 2,99 дәрежесі санының соңғы екі цифрларын табыңыз. Яғни 2,99 дәрежесі ол бізде өте үлкен сан. Үлкен сан болғандықтан, өте көп таңбалы сан болғандықтан, оны есептеу арқылы, қолмен есептеу арқылы немесе калькулятормен есептеу арқылы өте қиын, ол өте үлкен сан шығады. Сондықтан және бұл есепті қарапайым математикалық әдістермен шығару көзделіп отыр. Бұл олимпиадаларда осыған ұқсас есептер көп кездеседі. Осы есепті мен сізге екі тәсілмен шығарылуын көрсетейін. Бірінші тәсілі ол өте қарапайым тәсіл. Мен оны қазір сізге көрсетейін шешімін. Яғни 2,99 дәрежесінің соңғы екі цифры табыңыз деген сөздің мағынасы не деген сөз? Ол сол санды 100-ге бөлгендегі қалдығын табыңыз деген сөз. Яғни егер біз 2,99 дәрежесін 100а көбейту x деп алсақ, бұл жерде x мысалы 100-ден кіші сан, яғни қалдық. Онда осы сан түрінде осы x бізде 100-ге бөлгендегі қалдық. Мысал үшін 2,10 дәрежесі бізде 1024. 1024-те соңғы цифрлары 24, яғни 2,10 дәрежесін 100-ге бөлгенде қалдығы 24 деген сөз. Бұл түсінікті. Сонымен бұл тәсілде қарапайым нәрсені бір нәрсені байқауымыз керек. Санның соңғы цифрларын соңғы цифрлары, ол мысалы екі санның көбейтіндісінің соңғы цифры, ол осы екі санның соңғы цифрларының соңғы екі цифрларын көбейтіндісін тапсақ жеткілікті. Мысалы 2,99 дәрежесін біз бірінші былай деп жазып алайық: 2,90 дәрежесі көбейту 2,9 дәрежесі деп. Сонда 2,10 дәрежесі бізде 1024, бұны есептеу қиын емес. Енді 2,20 дәрежесіне келейік. Ол 2,10 дәрежесін өз-өзін екі рет көбейткен кетен, яғни 2,10 дәрежесінің квадраты. Яғни 1024 көбейту 1024. Бізге бұл екі санды көбейтудің қажеті емес, бізге соңғы екі цифрларын көбейтсек жеткілікті. 24 көбейту 24, ол 576, яғни соңғы екі цифры бізде 76. Енді 2,40 дәрежесі, ол 2,20 дәрежесінің квадраты. Яғни 76-ға аяқталатын санды квадраттаймыз. 76-ның квадраты көріп отырғанымыздай 5776-ға тең, яғни ол да 76-ға аяқталады. Демек, бізде 20 дәреже қосылған сайын бізде ол қайталанып отыр. Дәрежелері екі еселенген сайын бізде периоды түрде соңғы екі цифры қайталанып отыр. Мысалы 2,40 дәрежесі 40 дәрежесі, 2,40 дәрежесі ол 76-ға аяқталса, онда 2,40 дәрежесінің квадраты ол да 76-ға аяқталады. Сонымен 2,90 дәрежесі, бұл 2,80 дәрежесі мен 2,10 дәрежесінің көбейтіндісі. 2,80 дәрежесі 76-ға аяқталып тұр, ал 2,10 дәрежесі 24-ге аяқталады. 76 мен 24-дің көбейтіндісі 1824, яғни соңғы цифрлары 24. Сонымен 2,99 дәрежесі ол 2,9 және 2,90 дәрежелерінің көбейтіндісі. 2,90 дәрежесі 24-ке аяқталады, ал 2,9 дәрежесі 12-ке аяқталады, яғни ол 512. 12 мен 24-дің көбейтіндісі бізде 288. Яғни есептің жауабы 2,99 дәрежесінің соңғы екі цифры 88-ге тең. Сонымен бұл есеп шықты бірінші тәсілмен. Енді екінші тәсіл ол сәл өзгеше тәсілді және олимпиадада нақты көп жағдайда қолданылатын тәсіл. Бұл жерде бұл есепте кішкене оңайырақ шыққан себебі 2-ның дәрежелері бұл жерде аса қиын, есептеу аса қиын болып тұрған жоқ. Және соңғы дәрежелері мына жерде қайталанып отыр. Бірақ егер есептің шартын сәл өзгертсек, мысалы 2-ның орнына 3 деген санды қойсақ, немесе 7 деген санды қойсақ, онда әрине басқа нұсқаларда есеп бұндай әдіспен оңай шыға қоймауы әбден мүмкін. Сондықтан бұндай есептерді шығарудың стандартты, былайша айтқанда олимпиадалық тәсілдерін білу қажет. Мен сол тәсілбен шығарып көрдім, соны сізге таныстырып өтейін. Ол тәсіл жалпы сандар теориясында қытайлық қалдықтар теоремасы деген теорема бар. Соған жалпы сол теоремаға алып барады, соған негізделеді қытайлық қалдықтар теоремасы. Қалдықтар теоремасы, оны китайская теорема об остатках дейді, және ағылшынша Chinese remainder theorem деп айтады. Оны осындай түрде, осы аббревиатурада ағылшын тілінде кездеседі оқулықтарда.
Сол әдіске көшпестен бұрын біз модульдік арифметика деген нәрсені түсініп алуымыз қажет. Және соған байланысты қасиеттерін, бір-екі қасиетін түсініп алуымыз қажет. Модульдік арифметика дегеніміз не? Мысалы, мен 25 деген санды, мысалы үшін 26 деген санды алайын. 26 деген санды 3-ке бөлгендегі қалдығын тапқым келіп отыр. Яғни 26 бізде 3-ке бөлінеді, ол кезде 8 шығады. Бөліндісі 3, толымсыз бөлінді және қалдығы 2. Бұны мен басқаша қалай жазуыма болады? 26 саның 3-ке бөлсем 9 шығады. Бірақ азайту 1. Яғни бұлай жазсам да, бұл түсінікті. Сондықтан мен бұлай деп жазалам. 26, оның қалдығы 2-ге тең 3 модулі бойынша, немесе 26-ның қалдығы минус 1-ге тең 3 модулі бойынша. Яғни осы 2 жазуды дұрыс, және қайсы ыңғайлы сол әдіспен есептейміз. Енді ары қарай, жалпы бұл жазу түсінікті. Формуласы яғни А тең Б модуль М. Яғни бұның анықтамасы А-ны М-ға бөлгенде Б қалдық шығады, немесе А-дан Б-ны азайтсақ, ол М-ге бөлінеді деген сөз. Осының қасиеті бар. Бұл жерде теңдіктің екі жағында бірдей дәрежеге шығаруға болады. Яғни егер А тең Б болса, онда А-ның N дәрежесі Б-ның N дәрежесіне тең болады. Модуль М бойынша. Бұл түсінікті. Яғни бізге қазір осы жазуларды қолданамыз, және мына жердегі жазу, оны жалпы түрде жазайын. Мысалы, А саның Б санына бөлген кезде толымсыз бөлінді Q шығады, және қалдығы R. Осы жазуды қолданамыз. Сонымен R бұл жерде бізде кіші B-дан деп алайық. Яғни бұл қалдық. Енді осы теориялық осы формулаларды қазір пайдаланып есебімізді шығарайық. Сонымен 2-ның 99 дәрежесін бізге анықтау қажет 100-ге бөлгендегі қалдығын. Өз кезегінде 100 дегеніміз ол 25 көбейтілген 4. 2-ның 99 дәрежесі ол 4-ке бөлінеді. Түсінікті, себебі 4 деген 2-ның 2 дәрежесі ол міндетті түрде бөлінеді. Яғни бізге 2-ның 99 дәрежесінің 25-ке бөлгендегі қалдығын анықтайық. Ол үшін 2-ның 10 дәрежесінен бастайық. Енді 2-ның 10 дәрежесінің 25-ке бөлгендегі қалдығы қанша? 2-ның 10 дәрежесі ол 1024-ке тең. 2-ның 10 дәрежесі ол 1024. Яғни соңғы цифры 24. Яғни оны 25-ке бөлгенде қалдық 24 болып тұр. 25-ке бөлгенде. Немесе мына жердегі мысалды қарай отырып, оны былай деп жазуға болады. 2-ның 10 дәрежесі ол минус 1 деп жазуға болады. Яғни 25-ке бөлгендегі қалдық минус 1. Бұл түсінікті. Яғни 1024 дегеніміз ол 1000 көбейтілген 1000 қосылған 24 деп жазса болады, немесе 1024-ті 1025 азайту 1 деп жазса болады. Біз минус 1 дегенді қолданамыз. Бұның себебі оны дәрежеге шығарған кезде есептеу өте оңай. Яғни біз 1-ден 2-ның 90 дәрежесін табамыз. Яғни 2-ның 10 дәрежесін 9 дәрежеге шығарып жібереміз. Сонда ол минус 1-дің 9 дәрежесі. Модуль 25. Түсінікті, минус 1 ол кез келген дәрежесін есептеу өте оңай. Тақ болса минус 1 болып қалады. Сонымен бізде ол минус 1-ге тең. Яғни 2-ның 90 дәрежесі 25-ке бөлгендегі қалдығы минус 1. Яғни бұл жерде қалдық өзгерген жоқ. Сонымен ары қарай 2-ның 9 дәрежесін есептейік. 2-ның 9 дәрежесі бізде 512. 25-ке бөлгендегі қалдық мына жерден есептеп алайын. 512. Яғни оның қалдығы 12 болып тұр. 25-ке бөлгендегі қалдық 12 болып тұр. Жоқ, 12 емес, бұл жерде минус 12 ма? 2-ның 9 дәрежесі қазір
2-ның 9 дәрежесі бізде 512. 512 дегеніміз ол 525 азайту 13. Яғни 2-ның 9 дәрежесі дұрыс, ол 12-ке тең немесе минус 13-ке тең. 12-ге немесе минус 13-ке тең. Яғни 2-ның 9 дәрежесін біз 12 деп жазамыз. 25-ке бөлгендегі қалдық. Екеуін көбейтсек, бізде 2-ның 99 дәрежесі шығады. Ол минус 12-ге тең болады. Яғни 25 модуль бойынша. Ал 2-ның 99 дәрежесі ол минус 12 дегеніміз, оған 25-ті қоссақ, ол 13 деген сөз. Яғни түсінікті, я 512-ні минус 12 болды. Оны минус 1-ге көбейттік, минус 12 болды. Минус 12-ні плюс 13 деп жазса болады. Сонымен 2-ның 99 дәрежесі 25-ке бөлгендегі қалдық бізде 13-ке тең. Олай болса, біз мынау формуланы пайдаланып, осыны жазайық. Яғни 2-ның 99 дәрежесі, ол дегеніміз b біз 25-ке бөліп отырық, 25 болады. 25 көбейтілген қандай да бір a деген сан, және қалдығы 13. Яғни 2-ның 99 дәрежесі 25a қосылған 13 түрінде жазуға болады. Яғни ондай a деген сан табылады. Енді бізге белгілі 2-ның 99 дәрежесі 4-ке бөлінеді. 2-ның 99 дәрежесі 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Демек 25a қосылған 13 деген сан, 25a қосылған 13 деген сан, бізде осы сан 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Яғни 25a қосылған 13 деген санды біз 4b деп жазсақ болады мысалы. 4b деп жазсақ болады, немесе модульдік арифметиканы қолданамыз қайтадан. 25a қосылған 13, ол тең болады 0 модуль 4. 4 модулі бойынша. Сонымен бұл жерде 25-ті біз 24a қосу 12 деп жазаламыз. Және мына жерде a қосу 1 қалады. a қосу 1 тең 0 модуль 4. Мынаның қалдығы бізде 0-ге тең, яғни 24-та 12-де 4-ке бөлінеді. Яғни біздің қалдық нәтижесінде a плюс 1 тең болады 0 модуль 4. Яғни a тең минус 1 модуль 4. 4 модулі бойынша. Яғни біздің a деген санымыз, мынау санымызды біз анықтадық. Бұл a деген санымыз 4-ке бөлгенде қалдығы 1 болатын сан. 4-ке бөлгенде қалдығы 1 болатын сан, ол бұлай жазылуға болады. 4-ті азайту 1 деп жазуға болады мысалы. Немесе 4-ті қосылған 3. 4-ті қосылған 3 деп жазуға болады. Яғни a санының түрін анықтадық. Мына жердегі a саны міндетті түрде 4-ке бөлгенде 3 қалдық беретін сан. Енді a-ның орнына апарып, осы 4-ті қосылған 3-ті жазамыз. Яғни 2-ның 99 дәрежесі ол 25 көбейтілген 4-ті қосылған 3 және қосылған 3. Осы жақшаны ашатын болсақ, 25-ке 4-тіні көбейтеміз, ол 100-ті болады. Қосылған 25-ке 75 және мына жерде 13 екен, кешіріңіз. 13. Яғни 25-ке 3-ті көбейтсек 75, 75-ке 13-ті қоссақ 88. Мына жерге аздап сыймай қалды. Сонымен есептің жауабы шықты. Көріп отырғанымыздай. Яғни 2-ның 99 дәрежесі тең болды 100-ті қосылған 88. Бұл дегеніміз 2-ның 99 дәрежесін 100-ге бөлгенде 88 қалдық қалады, яғни соңғы цифрлары 88 деген сөз. Бұл тәсіл бұдан гөрі күрделі тәсілдерді шығарған кезде жақсы көмектеседі. Бұл тәсіл енді сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Барлығыңызға тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып лайк басыңыздар. Әлі талай қызықты есептерді шығарып көрсететін боламын. Сау саламат болыңыздар.